Сәлем достар, бүгін самооценка туралы айтылатын болады. Самооценка туралы біз көбіне естиміз, бірақ оны қалай жасаудың жолын білмей жатамыз. Негізі самооценка неге байланысты? Ол біздің бала кездегі түпкі сенімдерімізге байланысты екен. 6 жасқа дейін, баланың 6 жасына дейін сіз балаға не айттыңыз, сол нәрсе балада бекитті, ол оның бүкіл ары қарайғы өміріне әсер етеді екен. Мысалы, еврей мен қазақтың балаға ұрысын қараңыз. Бала бір нәрсені, орыстың, қазақтың баласы бір нәрсені бүлдірген кезде біз не дейміз? Оңбаған, бір жынды өмір өстіп жүреді екенсің, осы сен осындайсың, үйтпесейші, бүйтпесейші деп көп атаңдар солай айтады. Ал еврейлер қалай айтады екен? Еврейлер менің бұндай ақылды бала, сен сияқты жақсы бала, мынандай тірлікті істемейді. Егер бір нәрсені бүлдіріп қойса, білмей, или әдейі келесі жолы былай жасама деген сияқты айтады екен. Яғни жақсысың, сен жақсысың деген сөзден бастайды. Негізі самооценканың бала жана ата-анадан тәуелді болғаннан кейін ол ата-анаға жағу үшін түрлі әрекеттер жасайды. Қай ісімде мақтау естеймін дейді, ол ата-анасына не ұнайды, соны жасайды. Яғни бала өзіне ұнайтын нәрсені емес, кім мақтау айтатын, сол нәрсені жасауға тырысып кетеді. Қазір көп адамдардың өзіне ұнайтын ісін таппай, мына өмірде өзіне не керегін таппай, суицид болып, әйтеуір белка в колесе дейді, солай болып жүргені, ол яғни біздің кішкентай кезімізден қалыптасқан біздің сенімдеріміз екен. Одан кейін мысалы баланы көбіне ата-ана қалай өсіреді? Мына іс жасасаң сен жақсысың, мына істі жасасаң сен жамансың дейді. Бала сондықтан ол істерді, яғни өзін мына істі жасасам мен жақсымын, мынаны жасасам жаманмын деп өз-өзін бағалауды бастайды екен. Осылайша өзіне деген бір баланың өз-өзіне адвокат сондай бола бастайды да, сот солай. Енді самооценка деген ол мен қай істі жасасам да мен жақсымын деген мағынаны білдіреді екен. Яғни мен мына істі жасасам да мен жақсымын, мына істі жасасам да мен жақсымын. Бұл жерде бұл жаңа бір кері іспен салыстыруға болмайды. Енді сіз барып біреудің өмірін жойып олай етпейсіз ғой. Бәрі бір саналық деңгейде болады ғой бәрі. Енді бұны өзгертетін арнайы тәсілдер бар екен. Арнайы тәсілдер бар, оны мен өзімнің каналымда сіздерге чек-лист түрінде беретін боламын. Өзгеруге болады, өзгеру мүмкін, және ол бір күнде емес, ол яғни арнайы периодта екен. Одан кейін осы бала кездегі обесценивание, яғни өзіңді төмен санау, осы нәрсеге жол бермеу керек екенбіз. Мысалы, сіз анаңызға бір істі жасадыңызда мақтау, бала негізі мақтау күтіп тұрады, ата-анадан болсын, басқадан болсын, жаңа мақтау естіңіз келіп әкелді. Сол кезде анаңыз сізге не айтты? Әкеңіз болмас, дұрыс, болады, қоя сал, жақсы екен деп мән бермейді, мақтамайды. Болмаса бүйтеді, мынаны бұдан да жақсырақ жасауға болатын еді ғой, мынаны үйтпедің ба, сөйтпедің ба, мына жерін бүйте сал деп кірісіп кетеді ғой. Ағаң болсын, біреу болсын, кірісіп кетеді. Сол кезде сізде не болады? Сіздің көңіліңіз қалады. Яғни менің мына жасаған ісімді бағалаған жоқ. Онда мені бағалауға тұрмайтын адам екенмін ғой, мен төмен адам екенмін ғой дейді, сіз соған адам тіпті соған үйреніп қалады екен. Яғни ол бір нәрсе жасаған кезде ешкімнен ешнәрсе күтпейтін болады, ешқандай мақтау, қолдау, ешнәрсе күтпейтін болады. Оны қай кезде, мысалы, егер сіз үлкейген адамдар қай кезде байқау болады? Күйеуіңізге тамақ істеп бердіңіз болса, біреулерге сізге не деді? Тамағыңа ешнәрсе айтқан жоқ, сіз ана жақсы айтар ма екен деген сияқты ойлап тұрдыңыз, бірақ ешкім ешнәрсе айтпады да, біреулерге айтады, біреулерге айтпайды деген сияқты. Сол кезде сізде не? Ол үйреншікті ғой, ол айтпаса айтпай-ақ қойсын деп, бірақ ішіңізде уже өз-өзіңізді, ол механизм самовнушения, яғни өз-өзіңізді көндіріп тастағансыз ғой, өз-өзіңізді төмен санауға, сондаймыз, көбіне сөйтіп көндіріп тастайды екен адам баласы. Сондықтан
осындай төмен санаудан өзімізді құтқара алады екенбіз, өзімізді бағаламаудан да құтқара алады екенбіз. Сосын біз көбіне өз-өзін қандай адамдар бағаламайды? Біреуге жақсы болсын дейді, біреуден мақтау күтеді, сырттан мақтау күтеді, өзін салыстырып жүреді біреумен. Мынау үйтіп жатыр, мен неге бүйтпеймін? Болмаса маған жаңа сұрақтар қойып жатыр, мен неге қашан салмақты болам дейді, мен тұйықпын көпшілік ортада, мен неге көп сөйлей алмаймын деп жатыр да. Мысалы, ол негізі кемшілік емес қой. Ол адам өзін қандай бар сондай қабылдаған кезде, ол сіздің кемшілік деп ойлаған нәрсеңіз, ол сіздің жетістігіңіз болуы мүмкін. Сондықтан біз өзімізді, самооценка өзімізді қалай бар солай қабылдау. Я, мен сөйлей алмаймын, я, мен ода тұрған не бар? Елдің бәрі сөйлей берсе не болады? Айтыңызшы, мысалы да, елдің бәрі жаңа ашық болса болмайды ғой, әр адам әр түрлі. Просто біз соны түсінуіміз керек екен. Яғни өзіміздің болмысымызды қабылдау, барлық кемшілік, артықшылық, барлығын саналы түрде қабылдау. Бұлардың осы сөздердің түйіндісі мен сіздерге телеграм-каналда кешегі Джек Маның Кипрдегі айтқан сөздердің бәрін, эфир сақталмай қалды өкінішке орай, бірақ оны қайтадан түсіремін осы жерге, және чек-лист түрінде телеграм-каналға сіздерге тегін беретін боламын. Оқыңыздар, өзгеріңіздер. Өзгеру ешқашанда кеш емес, өзгеру ойдан басталады.